Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Біз бүгін тыйым салатын белгілерді қарастырайық. Мына белгі жүк көліктеріне басып озуға тыйым салынады деген белгі. Бұл белгіні көргеннен кейін сізге айдың тақ күндері, мысалы 11 сентябрь ма, мысалы 11 сентябрьде сізге тұруға болмайды. Айдың тақ күндерінде тұраққа қоюға болмайды, сізге түсіндіңіз ба? Бұл оңға бұрылуға болмайды деген тыйым салу белгісі. Кері айналуға болмайды деген тыйым салу белгісі. Бұл белгі солға бұрылуға тыйым салмайды. Осыны шатаспаңыздар. Кері бұрылуға бұл тыйым салып тұр, бірақ солға бұрылуға тыйым салмайды. Мотоциклдердің жүрісіне тыйым салынатын, кіруге болмайды деген тыйым салу белгісі. Бұл биіктігі бойынша шектеу тыйым салу белгісі. Одан кейін пешеходтардың жүруіне тыйым салу белгісі. Мынау ені бойынша шектеу белгісі. Ені дегеніміз мына ені да, көліктің ені. Егер ені сізде мысалы 2,7 метрден көп болса, онда сізге тыйым салынады жүруге. Бұл тұраққа қоюға да, тұруға да болмайды деген белгі, аялдауға да болмайды деген белгі. Осы белгіні өткеннен сізге тоқтауға да болмайды мүлдем. Бұл оське түсетін салмақ туралы айтылып тұрған белгі. Оське түсетін салмақ, мысалы 6 тоннада аспау керек. Мынау сізге жаңағы ат арба сондайлармен жүруге болмайды деген белгі. Жаңағы обгон жасауға болмайды деген белгі бар ғой, басып озуға болмайды деген. Сол белгінің күшін жою белгісі бұл. Сізге осы белгіні көрсеңіз, ары қарай жүруге тыйым салынады. Ар жақта белгілі бір қауіптілік бар деген белгі. Ары қарай жүрісіңізді жалғастыруға болмайды. Тракторлардың жүруіне тыйым салынатын белгі. Сіздің жылдамдығыңызды шектейтін белгі. Ең жоғарғы жылдамдықты шектеу. Барлық белгілер, осында тұрған барлық белгілер күшін жоятын белгі. Велосипедтерге жүрісін жалғастыруға тыйым салынады. Жаңа сіздің жылдамдығыңызды шектейтін белгінің күшін жоюы. Жүк көліктеріне басып озуға тыйым салынады деген белгінің күшін жоюы. Механикалық көлік құралдарына жүруге тыйым салынады деген белгі. Жарылғыш заттар бар көліктердің жүруіне тыйым салынады. Массасы бойынша шектеу. Бұл жерде масса сізде мысалы 8 тоннада асса, онда жүруге тыйым салынады. Құрметті оқырмандар, осылайша біз тыйым салу белгілерін қарап шықтық. Тыйым салу белгілерінің нешеуі бар екенін комментарийға жазыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийда сұрап алсаңыздар болады.